Баршаңызға сәлем. Бүгін алма мен бәліш рецепті туралы айтайын деп едім. Ол үшін мен алманың кандиль сортын пайдаланамын. Бұл ең тәтті алма деп ойлаймын. Басында қамыр дайындаймыз. 2 жұмыртқа ыдысқа саламыз, араластырамыз. Жарқа пачка сары май қосамыз, араластырамыз. 200 грамм қаймақ қосамыз, тағы араластырамыз. Онды сетудан өткіземіз, араластырамыз. Аздап разрыхлитель және қант қосамыз. Бірнеше минут қамырды илейміз. Қамыр жұмсақ болуы керек. Қамыр қолға кішкене жабысып тұру керек. Сосын дайын қамырды пленкамен жабамыз. Және 20 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Енді начинканы істейміз. 6 дана алманың кандиль сортын аламыз. Және жұқа бөліктерге тураймыз. Енді дайын қамырды алып шығамыз. Қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Және ақтаумен жаямыз. Өсімдік майын противенге жағамыз. Бірінші бөлікті противенге саламыз. Начинканы қабаттап саламыз. Және әр қабатқа қант себеміз. Екінші бөлікті бәліштің бетіне жабамыз. Шетін түйеміз. Жұмыртқаның сарысын жағамыз. Енді 40 минутқа духовкаға бәлішімізді қоямыз. Бәлішті духовканың жоғары жағына қою керек, көйіп кетпес үшін. 40 минуттан кейін аздайын. Бәліш өте дәмді болып шықты. Начинка шырынды және тәтті. Қазақта татудың тамағы тәтті деген мақал бар. Аз болсын, сау болыңыздар.